Мен Сейсенғазы Асылғазыұлы. Ары жазу себебім Қазақстан толықтай азаматымын. 2017 жылы 9 айда Іле облысының Ылқа ауданы Ақтас Бермақ Құжыртай ауылы Созымды қыстағындағы тұрғыны менің бауырым Дүйсенжан Асылғазыұлы Қазақстанға 2 рет келген себебінен айыпталып саяси үйрену түрмесіне қамаған. Бауырым Дүйсенжан Асылғазыұлы 1987 жылы 6 айдың 5 күні туылған. Қытай азаматы ретінде кәмелет жасқа толмаған 3 баласы, әйелі ешқандай хабар ала алмай, қай жерде екенін біле алмайды. Әкесі, шешесі дүние салған. Әйелі күйеуін ойлап, қан жұтып, күндіз күлкі, түнді ұйқыдан айырылып, бала-шағасын асыраушысынан айырылып, зар еңіреп қалған. Қашан келетінін де білмейді, және кімнен көмек сұрайтынын да білмейді. Бұл енді өте өкінішті ауыр жағдай. Мен Сейсенғазы Асылғазыұлы аса құрметті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтан және Қазақстан сыртқы істер министрлерінен, халықаралық адам құқығын қорғау ұйымынан және бірлескен мемлекет ұйымынан және қазақ қауымдастығынан осы бауырым Қытай түрмесінен босатып, отбасының оралуына көмектесулеріңізді сұраймын. Сіздерден өтінемін.